الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدر من جماعت мешітке деп басып келген қадамдарымды Алла сауаптан жазсын. Сіз бен біз болып жасағалы жатқан құлшылықтарымызды Алла Тағала қабыл еткен амалдардың қатарынан етсін иншалла. Бүгінгі жұмамыздың тақырыбы білім іздену, құлшылық. Осы тақырыпта иншалла сөз қозғаймыз. Дінімізде, жалпы ислам дінімізде білім алудың маңызы өте зор. Не үшін десек, Алла Тағала ардақты пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам алғашқы уахи түсіргенде, жақын отырсаңыздар болады, алғашқы уахи түсірген аяттарында былай деп бастайды. Ол бәріміз білеміз, Алақ сүресінің 1-5 аяттары, алғашқы 5 аяты. Ода астағфиру билла, иқра бисми раббикаллази халақ, халақал инсана мин алақ, иқра ва раббукал акрам, аллази аллама бил қалам, алламал инсана ма лам я'лам. Садақаллаху азим. Мағынасында оқы, сені жаратқан Раббыңның атымен оқы. Ол адамды ұйыған қаннан жаратқан. Оқы, Раббың аса ардақты, ол қалам мен хат жазуды үйретті. Адамға білмеген нәрселерін білдірді деген мағынасында осындай уахи түсірген екен. Осы аятта байқағанымызда Алла Тағала ең алдымен оқы деді. Яғни білім алудың деңгейінің өте жоғары екендігін байқаймыз. Себебі бұл білім алу дініміздегі ең талаптардың бірі. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам өмірбаянынан білеміз, әрбір сәтінде сахабаларын оқып білуге және білгенін іске асырып амал етуге және өзгелерге де үйретуге шақырған. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұсылмандардың сауатын арттыру үшін Бәдір шайқасында қолға түскен меккелік мүшриктердің ішінде, яғни солардың тұтқындарының ішінде оқу жазу білетіндерін, он мұсылманға оқу жазуды үйретесің, осындай шартпен азаттық берген тұтқындарға. Яғни он мұсылманға сен жазуды үйретсең, саған азаттық берем деген. Осындай бұл жерде де байқайтынымыз білімге деген пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның зең қоюы. Хадис шарифте айтады пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, Ибн Мажадан келген хадисте. Талабул илм фаридатун ала кулли муслимин. Білімді талап ету әрбір мұсылманға парыз деп келген хадисте. Білім талап ету әрбір мұсылман. Мысалы, осы жерде отырған баршамыз, біреуміз 5 уақыт намаз оқимыз, біреуміз оқымаймыз деген сияқты, біреуміз басқа бір саланың маманымыз. Бұл жерде хадисте байқайтынымыз, қай саланың маманы болсаң да, сен сол саланың жетіп білу саған парыз деп жатыр. Және жалпы барша мұсылманға 5 уақыт намаз парыз болған секілді, сол 5 уақыт парыздың, намазымыздың дұрыс болуы, оның парыздары, уәжіптері, сүннеттері қалай алу керек, осының барлығын жетіп білу оған да парыз екен. Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам осындай тәлімін көрген саналар сахабалардың ішінде, яғни ерекше бағаланған, білеміз қазір Мединаға барсақ та, ол жерде не бар? Арнайы бір тапшан бар, соның үстінде отырып сол сахабалар білім алатын болған. Ал оларды қаржылай, яғни ішіп жеуін, қаржылай көмегін барлығын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өз мойнына алған. Ілім. Енді бір күні атақты сахаба Ибн Аббасқа келіп айтады, радиаллаху анху, Алла оған разы болсын. Басра қаласынан арнайы келген бір жолаушы деп сұрайды Ибн Аббасқа, дүние артық па, әлде білім артық па деп сұрайды. Сонда Ибн Аббас, Алла оған разы болсын, білім артық деп жауап береді. Сөйтіп әлгі адам, оны қалай дәлелдейсің дейді. Білім артық дедің, енді оны қалай дәлелдейсің дегенде Ибн Аббас радиаллаху анху былай деп жауап береді. Дүние перауындардың мирасы, ал ілім ол пайғамбарлардың мирасы деді. Дүние Алла Тағала кез келген қалаған құлына береді, білімді тек сүйген құлына береді деп жауап берген. Және дүниені жұмсасаң ол таусылады, ал білімді жұмсасаң ол таусылмайды, керісінше ол артады деп жатыр. Сен біреуге үйретумен, ілім қайталаумен ғой, сен үйретіп жатқанда да өзіңе қайталау, сенде пысықталады, ол сенде артады дейді. Кеммейді, артпаса кеммейді.
Осыған қатысты ата бабаларымыз да, дінмен сусындаған ата бабаларымыз да былай деп айтқан мақал мәтелдерінде, мақал мәтелдер қалдырған осындай білімге қатысты. Білімдіге дүние жарық, білімсіздің күні қарып дейді. Және 7 жұрттың тілін біл, 7 түрлі білім біл. Тағы бір мақалда білегі күшті бірді жығады, білімі күшті мыңды жығады. Осындай мақал мәтелдерде біздің қазақ халқымызда бар екен. Яғни осындай мақал мәтелдермен қазақ халқымызды білім алуға, оның қажет нәрсе екендігіне, сондай жоғары деңгейдегі нәрсе екендігін ұғындырған екен. Енді осы білім алуға ықылас қойған әрбір жанға, оған амал етуді көздеген адамдарға мынандай істерге мән беру керек дейді. Білім алып және оған амал жасауға ниеттенген адамға. Ең біріншісі, мән беру керек нәрселердің біріншісі, әрдайым ізденісте болу. Бір кітапты, мысалға, бір білім бітірдің, бір универ немесе бір колледж бітірдің да, маған осы жеткілікті деу, бұл жарамайды дейді. Себебі бәріміз білеміз тұрған судың саситындығын, иә? Тұрған су сасиды. Көп су болмаса. Тұрған су сасиды. Сол үшін ағып тұру керек дейді. Яғни білім ізденісте болып тұру керек. Музафар Әлімбаев деген ағамыз былай деп айтқан екен. Білім қымбат қазына, қанағат тұтпа азына дейді. Азына қанағат тұтпа деп жатыр. Деп айтқанда адам баласы алған білімін қанағат тұтып қалмау керек деп жатыр, яғни түсінетініміз. Өмір бақи ізденісте жүру, даму үстінде болу қажет дейді. Сол себепті де біздің өткен даналарымызда мынандай сөз қылған екен. Екі адам тоймайды дейді. Екі адам тоймайды дейді. Бірі дүние іздеген адам, екіншісі білім іздеген адам. Дүние іздеген адам да тоймайды, білім іздеген адам да тоймайды дейді. Әрине білім іздеген адам тоймайды, бұл өте қайырлы. Халқымыздың көрнекті жазушысы атанған Жүсіпбек Аймауытов былай деп айтқан екен. Оқу білім, жанған шырақ, ойласаң, үйренерсің, іздеп көрсең, қоймасаң, қу өнерді, бу беліңді жігер сал, пайдаларсың, қаужанарсың, тоймасаң дейді. Осындай өлең шумақтарында байқайтынымыз білім алуға, ізденіске, өнерге талпынуға ұмтылдырып жатыр. Бұрынғы өткен ғалымдарымызда былай деп айтатын болған, бұрынғы өткен ғалымдарымыз, білімсіз өткен бір күнім менің зая кеткен күнім деп есептеген. Яғни босқа өткен күнім болды деген, білімсіз өткен күнім. Сол себепті де олар әрбір атқан таң мен батқан күннің арасында білім алуға барынша уақыт жұмсаған. Сол таңның атысы мен күннің батысының арасын бос жібермеуге тырысқан. Мысалы, имам Ахмадтың қолында, имам Ахмад бір күн дейді, қолына қалам мен сиясауыт ұстап, өз замандағы бір ғалымның үйінен шығып жатқанын біреу байқайды. Имам Ахмад. Енді ол ғалым, ойлап қара. Ғалым кісі осындай сиясауытын ұстап, қолында парағын ұстап, бір ғалым, өз сол заманындағы бір ұстазына дәріс алып шығып жатыр екен. Соны көрген бір кісі айтады дейді, уа құрметті имам, сіз білімнің шыңына жеттіңіз ғой. Сен білімдісің, сондай сені білімді деп танимыз. Сен жеттің емес пе, әлі күнге дейін не үшін бір қолыңа қалам, бір қолыңа сиясауыт ұстап жүрсің деп сұрақ қояды ол имам Ахмадқа. Деп таңданып сұрақ қойған адамға былай деп жауап береді имам Ахмад. Мен бұл сиясауытты қабірге барғанға дейін арқалап жүрмін. Қабірге барғанға дейін арқалап жүрмін. Бұл жерден байқайтындығымыз, бұл мен білімдімін деп санап тұрған жоқпын. Білімдімін деп санау дұрыс емес екендігін аңғартады. Біздің қазақ халқымызда осыған қатысты мынандай керемет сөз айтады. Адам баласы өзін қай уақыттан қай уақытқа дейін тәрбиелейді десе, тал бесіктен жер бесікке дейін тәрбиелейді дейді. Яғни білім алады, тәрбиелейді осылай өзін. Ахмет Игөнекей бабамыз да былай деп айтқан екен. Білген адам білімді өмір бойы іздейді. Білген адам білімді өмір бойы іздейді деп. Мұсылман адам да өмір бақи үйреніп, білім алуға тырысып, білім тұрғысынан бір күні мен екінші күннің тең болмауына аса мән беру керек екен. Пайғамбарымыз айтқандай, егер мұсылман бір күні бір күніне ұқсаса, онда ол неде? Жеңілісте деген. Мынандай бір қисса бар, Шейх Әл-Әндалуси деп аталып кеткен. Негізгі оның аты Бақи ибн Махлад. Бақи ибн Махлад атты ғалым болған екен. Бұл кісі өмірінің 34 жылын білім алуға арнаған.
сол 34 жылын сапарда өткізген, білім алу үшін сапарда. Әрі бұл еш уақытта сол сапар шеккен кезде мініс көлігіне мінбеген, ат, түйе, қашыр еш нәрсеге мінбеген, жаяу баратын болған, білім алатын. Тек жаяу жүргізетін. Жаяу жүріп білім алған. Ол Андалусиядан Бағдадқа сапар шегіп, сол жерде ұстазан Ахмадтан сабақ алатын болған. Енді оның оқиғасы былай, сол Бағдад пен Андалусияның арасы 6000 шақырым дейді шамамен. 6000 шақырым. Сол арада ешқандай мініс көлігі мінбей жаяу барып, жаяу келетін болған. Енді осы да айтады, бір күні дейді имам Ахмадқа барады. Имам Ахмадқа барған кезде, сол кезде, сол заманда мұқтазиліктердің басым болған кезде дейді, имам Ахмадқа хадис риуаят етуін тыйым салып, үй қамап қалып тастаған дейді, үйінен шығармайды. Сөйтіп, бұны естиді де, үміт үзбей имам Ахмадтың үйіне барады. Сұрастырып, өйтіп тауып алады да, сәлем беріп, өзінің алыстан келгендігін айтады. Мен осындай алыс жерден келген едім. Ілім алайын деп едім десе, имам Ахмад айтады сол кезде. Сен Тарабулустан келген боларсың деп сұраған дейді. Сонда ол жоқ, мен одан да ар жағынан келдім. Одан да алыстау жерден келдім. Сол кезде имам Ахмад оның білімге деген құштарлығын байқайды да, бірақ өкінішке орай сен жағдайды біліп тұрсың, осы жағдайға байланысты мен саған білім үйрете алмаймын дейді. Сонда әлгі кісі білім алған кісі, Бақи ибн Махлад. Мен осыншама жол жүріп келдім, осыншама жолым, еңбегім, ниетім зая болмасын деп имам Ахмадқа мынандай ұсыныс жасайды. Мұнда мен сіздің үйіңіздің алдында дейді, күнделікті қайыршы адамның кейпінде келем дейді. Сіз маған бір үзім нан бересің де, сол кезде маған күніге 2 хадис үйретіп жүр дейді. Бұл мақсатта сол хадис үйрену үшін келген. Қайыршы секілді келем, ешкімге білінбес үшін бір үзім нан бересің де, сол аралықта маған 2 хадис үйретіп жүр дейді. Сөйтіп Ахмад бұның ілімге деген құштарлығын байқап келсе, бірақ шарт қояды. Сен бірақ басқа білім беретін жерлерден көрінбе. Себебі байқап қойса, онда екеуміздің жағдайымыз қиын дейді. Сөйтіп бұған келседі, күнделікті қайыршы секілді есігінің алдына келеді, имам Ахмад нанын береді, 2 хадис үйретіп жүреді. Осылай бір жыл емес, бір ай емес, бірнеше жыл осылай білім алған дейді. Хадис жаттаған дейді осылай. Енді арадан біраз уақыт өткеннен кейін имам Ахмад жаңағы тыйым салды ғой, үйінен шығады. Бұл жағдай реттелгеннен кейін имам Ахмад әлгіні емін еркін өзінің дәрісіне алып, және шәкірттерінің алдына, басқа да шәкірттерінің алдына қойып, жанына, оң жағына қойып, оң жағына отырғызып, өзінің жанына. Бұл үлкен мәртебе негізі, сол өзінің ұстазының оң жағында отырудың өзі, білім алатын адам жақсы түсінеді. Сол кездегі шәкірттері де жақсы біледі оны. Үлкен авторитет. Мысалы, президенттің жанында тұру үлкен авторитет қой. Сол секілді ондай ғалым ұстаздардың қасында тұру үлкен мәртебе екен. Анау адам шыға бермейді деген сөз ғой. Сөйтіп оң жағына отырғызып шәкірттеріне айтатын болған. Егер ілім ізденсеңдер, құштарлықтарың осы Махлаттың құштарлығындай болсын деп шәкірттеріне үгіт жасайды екен. Шынайы ілім ізденген адамның, пайғамбар Алла Тағала Құранда да келтіреді, оның дәрежесі жоғары болатындығы жайлы. Екіншісі мән беретін, бұл біріншісі мән беретін жайлы. Яғни ізденісте болу, ағып тұру деген сөз, ағын су секілді ізденісте болу, тоқтап қалмау. Екіншісі кітап оқу. Алла Тағала қасиетті Құранда Қалам деген сүресінің 1-ші аятында былай деп айтады: "Астағфируллах вал қалами ва ма ястурун." Қалам әрі оның жазған нәрселеріне серт. Ант тұр Алла Тағала. Алла Тағала осындай ұлы нәрселермен ант ішеді. Алла Тағала егер бір нәрсемен ант ішсе, онда оның өте маңызды нәрсе екендігін аңғарамыз. Ал адам баласы Алла Тағаладан басқа нәрсемен ант ішуге болмайды. Ал Алла Тағала басқа нәрселермен ант ішеді, ант ішсе, қай нәрсемен ант ішіп тұрса, демек ол нәрсенің үлкен маңызға ие екендігін байқаймыз. Бұл жерде де айтып тұрған қаламмен деп тұр. Ендеше осы пайдалы дүниелерді жазу мен оны оқуды адам баласының екі дүниеде де, яғни адам баласының екі дүниесіне тигізетін пайдасы өте мол екендігін байқаймыз. Қалам, яғни оқудың, осы қалам, жазып оқудың. Енді бұл кітап оқудың адамға пайдасы: бірінші, ақылын, ой өрісін және рухани кемелдеуіне үлкен ықпал етеді дейді. Оқу.
Мысалға білеміз, біздің Абай атамыз да, Хакім Абай, қарауылда жатқан кезінде дейді, қарауылда жатса да көп кітап оқу арқылы бәріміз өзіміз қазіргі күнге дейін айтамыз, әлемге танымал. Тек біздің Қазақстанға емес, шетелге де танымал. Оның кітаптары бірнеше тілге аударылған деген секілді. Сол жолдарында мынандай өлең шумақтар қалдырған екен. Пайда ойлама, ар ойла. Талап қыл артық білуге, артық ғылым кітапта, ерінбей оқып көруге деген өзінің осындай керемет өлең шумақтарымен насихат қалдырған екен. Енді Алла Тағаланың кәләмі болған осы қасиетті Құранды оқу жалпы барша мұсылманға әрине адамның ең көп оқитын кітабы ғой, Құран. Мұсылман үшін негізі құны жетпес. Ардақты пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи уассалам: "Иқрауул Құр'ана фа иннаху яти яумал қиямати шафиан ли асхабихи" дейді. Имам Муслимнен келген хадисте айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы Құран оқуға қатысты. Құран оқыңдар, өйткені ол қиямет күні өз иесіне шапағатшы етеді, яғни шапағатшы болады дейді. Сенің оқыған Құраның иншалла қияметте өзіңе шапағатшы болады, егер оған амал етсең әрине. Мысалға сен, бірақ мынаны да байқау керек, егер сен, мысалға Құранда мынадай аят бар, бәріміз ла тақрабуз зина, зинаға жоламаңдар. Сен соны оқисың да, Құран оқығансың, бірақ зина жасайсың. Бұндай адамды сол Құран өзі сол адамды тұзаққа итереді. Неге? Сен себебін біліп тұрып амал жасамадың, және оның азабы екі есе болады. Себебі сен біліп тұрсың, біліп тұрып әдейі осындай нәрсе жасап жатсың. Ал егер амал жасауға ниеттеніп осылай оқысаң, пайғамбарымыз хадисінде айтқандай, фа иннаху яти яумал қиямати шафиан ли асхабихи, расында ол қиямет күні өзінің иесіне шапағатшы болып келеді дейді. Ибн Масғуд радиаллаху анху былай деп айтқан екен: егер білімді қаласаңдар, онда Құран оқыңдар дейді. Не үшін десе, күмәнсіз оның ішінде бұрынғылар мен кейінгілердің білімі бар деп айтқан Құранда. Бұрынғылар мен кейінгілердің білімі бар деген. Алланың құдіреті байқасын. Сонымен қатар мұсылман адам таным парасатын арттырып, дүние ақыретіне пайдалы білім, пайдалы болған өзге де діни және дүнияуи білімдерді де үйренгені абзал дейді, үйрену керек дейді. Өзге де діндердің оқу керектік жайлы. Бұл жерде оқу дегенде сол дінді санып кету деген сөз емес. Оларды не үшін бұлай жасайды олар? Бұлардың түсініктері қалай, танымдары қалай деген нәрсемен, яғни салыстыру, үйрену, бір ғибрат алу мақсатында болады. Мысалға имам Бұхариден, Алла оған разы болсын, Алла оған рахымын алсын, адамның жаттау қабілетін арттыратын не нәрсе деп сұрағанда былай деп айтқан екен: кітапқа көп үңілу, кітапқа көп қарау адамның жаттау қабілетін арттырады. Көп оқу керек деген сөз. Бұны енді кейбіреулер былай жасау мүмкін, кітапты алып алып бүйтіп қарап отыратын деген сөз емес, әрекет жасау. Оқисың, көп оқисың, уақыттар аз болса да үздіксіз жасау керек, уақыт бөлу керек. Мысалға бір күніге бір бет Құран оқимын. Мен 20 бет оқи аламын, бірақ бүгін 20 бет оқысам, ертең оған нәпсім шыдамай қалады деген күмән болса, күніге бір бет оқысаң да үздіксіз болған абзал. Ал сен бүгін 40 бет оқып, 2 пара оқып, бүгін 3 пара оқып, ертең 2 пара, арғыны жоқ болып тұрғаннан аз болса да үздіксіз болғаны хайырлы деп жатыр. Хасан Ули, Алла оның рахымына бөлесін, былай деп айтқан ғалым: мен 40 жыл бойы кеудемде кітапты қойып ұйықтап, сол кітапты кеудеме қойған халде ояндым дейді. Кітапқа деген, білімге деген мән беру бұл жерде. Омар ибн Абдул-Азиз айтады, Алла оны рахымын алсын: мен адамға қабірден артық ескертуші және кітаптан артық ләззат сыйлайтын затты білмеймін деп айтады. Омар ибн Абдул-Азиз. Қабір шынымен де мен адамға қабірден артық ескертуші дейді. Біздер қазір керісінше қабірге барамыз, бәрін көреміз, ол жерде бар дүние әңгіме айтып тұрамыз, аржын-тыржын темекі тартып тұрамыз, шыны керек, бар сондайлар. Ол жерде өлімді ойлап тұрғаны шамалы. Мысалға, Алла Тағала Мүлік сүресінде халақал маута дейді. Алла Тағала бірінші халақал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала дейді. Алла Тағала бірінші нені айтады? Негізі мынаны түсіну керекпіз. Негізі адам баласы Алла Тағала бірінші өмірді жаратады. Өмірді жаратты,
дүниеге келдік, сосын барып өлеміз ғой. Немесе өліп барып дүниеге келеміз, бірінші дүниеге келеміз. Алла Тағала не үшін Құранда бірінші өлімді айтып тұр десе, осы бізге өлімді, яғни ақыретімізді, ертең оның мәңгі мекен екендігіміз, әрбір істеген, әрбір басқан қадамдарымыз, әрбір істеген істерімізге жауап беретіндігімізді ойландыру үшін бірінші айтып тұр дейді Алла Тағала. Халақал маута. Бізде өкінішке орай керісінше. Әрине Құранда Алла Тағала тағы Зарият сүресінің 55-ші аятында айтады, қателеспесем, ескерт, расында ескерту мүміндерге пайда береді. Әрине бұл ескерту ала алмай жатсаң, өкінішке орай сенде мәселе бар деген сөз. Ал ескертуді қабылдап тұрсаң, онда алхамдулилля қуаныш екен. Себебі Алла Тағала не деп тұр? Фазаккир фа инна зикра танфау лил муъминин дейді. Муслимин деген жоқ, муъминин деп тұр. Муъминдерге пайда береді. Муъмин деп кімді айтамыз десе, Алла Тағаланың әмірлерін мүлкісіз орындайтын адамдар. Намаз оқы дей ма, намаз оқиды. Ораза ұста дей ма, ұстайды. Қажылыққа бар, жағдайың жетсе бар дей ма, барады жағдай жетіп тұрса. Зекет бер дей ма, нисап мөлшері жетіп тұрма, зекетін береді деген секілді. Өкінішке орай бізде бәріміз мұсылман дейміз, бірақ Алла Тағаланың мұсылмандар бар ya, жаңағыдай Алла Тағаланың әмірлерін орындамайды, бірақ мұсылман. Бес уақыт намазы жоқ мысалға. Бірақ мұсылман ол, мұсылман деп айтады. Бұлар бұндай мұсылман дейді. Мұъминдер 5 уақыт намазында Алла Тағаланың 5 парызын толық орындайтын, Алланың парыздарын толық орындайтын адамды мұъмин дейді екен, біліп жүріңіздер. Енді үшіншісі осы білімге мән беретін жайт, білетіндерден үйрену. Алла Тағала Құранның Нахл сүресінің 43-ші аятында айтады: "Фас'алу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун." Егер білмесеңдер, білім иелерінен сұраңдар дейді. Демек, білмейтін нәрселерімізді, мысалға біздер өйтуіміз мүмкін, бір нәрсені білмейміз, бірақ өзімше мен білемін деп, сен том-том кітаптар ақтаруың мүмкінсің, бірақ одан жауап таба алмайсың. Сондықтан бұл уақытыңды зая кетірмес үшін білмейсің ба, білетін адамыңнан барып сұрау керек екен. Сол сен қаншама уақыт сарп ететінді, ол сен оқымаған нәрсені мынау оқуы мүмкін, мынау оқымаған нәрсені мынау оқуы мүмкін деген сияқты. Сондықтан бірінші сұрау керек деген. Алла Тағала Құранда айтқандай, фас'алу ахла зикри фа ин кунтум ла та'ламун. Төле би бабамыз айтады: біліп айтқан сөзге құн жетпейді, тауып айтқан сөзге шын жетпейді. Өзің білмесең, білгендерден үйрен, үйренгеннен ештеңен кетпейді дейді. Тауып айтқан шынымен. Қазақ айтса тауып айтады дей ма? Халқымызда ұстаз көрген осындай тұлғаларымыз, Төле би бабамыз мысалы, биіміз кәдімгі. Бұл өлең шумағында мына нәрсені айтып тұр ғой: білмейсің ба, білетін адамнан сұра, тәкаппарланба деп тұр. Өкінішке орай қазір бар білмейді, бірақ білген адамнан сұрауға намысы жібермейді кейбір жерде. Мен одан төмен болып қалам деп ойлап тұр. Сондықтан бұл үйренгеннен ештеңен кетпейді деп тұр. Сен сұра, ол біл, одан ештеңе кетіп қалмайды, сен төмендеп қалмайсың деп тұр. Бәлки сен біліп аласың. Бізге ұстаздарымыз айтатын еді: құрметті шәкірттер, мен сендер дұрыс, мына жерде түрлі нәпсі отыр. Егер мен сендердің біреулердің нәпсілеріңе жақпасам, мына жерде қара нәсілде бір қап-қара адам отырса да сенің нәпсіңе жақпайтын, оның тек қана білімін ал дейді. Оған қарама, тек қана білімін ал дейді. Мысалға білеміз, ілім алуда білетіндерден үйренедік. Мысалға Жабрейіл, мына оқиғаны білеміз. Жабрейіл алейхиссалам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға адам кейпінде келеді. Сөйтіп ислам, иман және ихсан жайында сұрайды, адам кейпінде келеді. Осы оқиғаны баршамыз білеміз. Сол хадисте айтады, Жабрейіл періштеге қатысты былай деп айтады: "Фааснада рукбатайхи иля рукбатайхи ва вадаа каффайхи аля фахидайхи" дейді. Ол пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам тізелеріне екі тізесін әкеліп қойды. Бұл жерде адам кейпінде келіп тұр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам екі тізесін тигізді дейді. Және екі алақанын екі санның үстіне қойды дейді. Біздер ат-тахиятта отырамыз ғой, сол секілді. Екі санның үстіне қойды дейді. Яғни бұл жерде байқайтынымыз, білім алатын адам негізі абзал. Шамаң жетсе, ұстазбен былай жеке алдында отырып алу керек дейді. Бұл осы нығметі осы дейді, хикметі. Себебі ұстаздарымыз айтатын еді: мына кітап өлі нәрсе, өліден тіріге ешқашан өтпейді дейді. Тіріден тіріге өтеді дейді. Сондықтан бізде қазақ халқымызда да дейді, ұстазсыздың ұстазы шайтан дейді. Ұстазсыздың ұстазы шайтан. Сондықтан бір ұстазға барып, жеке бетпе бет отырып білім алу үлкен
нығмет екен негізі. Бұл жерде енді тақырып көп, оны ары қарай кеңейтсек болады. Күнәсі кешірілетіндігі, дәрежесі көтерілетіндігі, оның сол білім алуға келе жатқанда періштелердің қанатын төсейтіндігі жайлы. Сондықтан білімді сүйген адам осы білім иесін де жақсы көру керек, өзінің ұстазына құрмет. Ғалымдар айтады, мән ла адаб лаху ла илма лаху дейді. Кімде әдеп жоқ, онда ода ілім жоқ. Демек, ілім алушы адам талабул илм болған. Талаба болған адам ілім талап етуші. Өзінің ілім беруші ұстазына бірінші құрмет жасау керек дейді. Сосын оның білімін ешқандай нәпсісіне қарамай білімін алуға тырысу керек дейді. Абай Хакім мынандай бір өлең жұмағырды. Болмасаңда ұқсап бақ бір ғалымды көрсеңіз дейді. Ондай болу қайда деп айтпа ғалым сүйсеңіз дейді. Бір ғалымды көрдің ба, мен оған ұқсау қайда деме дейді. Бұған жету қайда? Болмасаңда ұқсап бақ деп отыр. Бір әрекет жаса соған. Жақсыға ұқсауға тырыс деп отыр. Ондай білім қайда деп, мысалға айтамыз, мынандай ұстаздар бар, ондай болу қайда бізге деп айтпа деп жатыр бір сөз айтқанда. Ондай болу қайда деп айтпа. Егер ғылымды шын сүйсең деп жатыр. Ілім алуға ниетті адам болсаң, оны сүйсең деп жатыр. Осындай керемет өзінің өлең шумағында ғибратқа толы шумақтарын тастап кеткен екен. Мысалға, Мұса алейхиссаламды білеміз. Мұса алейхиссалам Бәни Исраил қауымында өте әсерлі бір уағыз айтып тұрған кезде дейді. Дағуат жасап жатқан кезде, пайғамбарлардың дағуаты бөлек. Қауымына дағуат жасап тұрған кезінде бір адам сұрақ қояды дейді. Мына адамдардың ішінде ең білімдісі кім деп сұрайды дейді Мұса алейхиссалам. Сонда сол кезде Мұса алейхиссалам әрине адамдардың ең білгірі менмін деп жауап берді. Адамдардың білгірі менмін деп жауап берген. Алайда Алла Тағала соған Мұса алейхиссалам айтады сол кезде. Екі теңіздің қосылған жерінде сенен де білімдірек құлым бар деп айтады Мұса алейхиссаламға. Не істеп жатыр? Пендесін орнына қойып жатыр. Сенен де білімдірек, ол пайғамбар емес ол пендесі. Бірақ сенен де білімдірек бір құлым бар дейді. Сонда сол кезде Мұса алейхиссалам айтты, Құран аятында келгенде, «Ла абраху хатта аблуа маджма'ал бахрайни ау амдия хуқуба». Екі теңіздің қосылған жеріне дейін тоқтамаймын дейді. Жоғарыда айтты Алла Тағала, екі теңіздің қосылған жерінде. Бұны жаңа ғалымдар не болып отыр, білеміз бе? Екі теңіз қосылмайтын жер, соны айтып отыр. Екі теңіздің қосылған жеріне дейін тоқтамаймын дейді Мұса алейхиссалам, ілімге деген құштарлығы. Сол жерге дейін тоқтамаймын, немесе жүріспен жылдар өткіземін дейді. Жаяу жүріп болса да, жылдар өтіп болса да, мен сол адамнан барып ілім үйренемін деп жатыр. Мұса алейхиссаламнан байқағанымыздай ілімге деген құштарлық осындай деңгейде болу керек екен. Төртіншісін айта кетейік, алған білімді өзгелерге үйрету. Шариғатымызда не дейді? Мал мүлкің нисап мөлшеріне жетіп тұрса, артық жинаған ақшаң. Мысалы 1.400.000 қазіргі таңда 1.400.000 артық қаражатың бар, өзіңнің қажетіңнен басқа. Онда саған зекет беру фарыз. Құранда аталған 8 кісі бар, соған беру фарыз. Міндет. Ал ондай жетпесе, жағдай ондай емес, оған фарыз емес. Енді айтады. Сол зекет беру фарыз болған секілді ілімнің де зекеті бар дейді. Ілім алған адамға да зекет беру міндет екен. Сондықтан білім алу және оны үйрету, пайғамбарымыз хадисте айтады, «Хойрукум ман таалламал Құр'ан ва алламаху». Сендердің хайырларың Құранды үйреніп, оны үйреткендерің дейді. Осыған да саяды. Яғни сендердің білім алғандарың хайырлы және оны үйреткендерің хайырлы дейді. Алла Тағала сіз бен бізді білім алып және оны үйретушілерден етсін иншалла. Ахиру дa'вана алхамдулиллахи rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Allahumma rabbi zidni ilma, Allahumma rabbi zidni ilma, Allahumma rabbi zidni ilma. Allahumma yassir wa la tu'assir wa bitamimil khair. Sallallahu alayhi wa sallam bi rahmatika. Allah razı olsun.